Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін налоговый отчет 200 форма. Оны қалай толтыру және қалай тапсыру жолдарын көрсететін боламын. Қарапайым тілде, жалпақ тілде түсіндіріп беруге тырысамын. Міне, ең алдымен налоговый кабинетке кіріп, кілтті таңдаймыз. Міне, қарасаңыздар, маған көптеген адамдардың кілттері сақтаулы. Оларды үнемі квартал сайын, полугодовой сайын тапсырып тұрамын. Барлығы маған сенеді. Сіздер де солай берсеңіздер, мен тапсырып тұрамын. Өшіріп тастаңдар дегендерді өшіріп тастадым. Сол себептен кілттердің саны азайды. Міне, осылай кілтпен кіресіздер. Паролін тересіздер кілттің. Қай заттың да өзінің маманы жасаған дұрыс. Сол себептен маған берулеріңіз болады. Міне, осылай кіргеннен кейін сіздердің организация болса БИН, ИП, басқа да организациялар болса иіндер шығып тұрады. Міне, осындай декларация шығады. Декларация по индивидуальным подоходным налогу и социальному налогу деп тұрады. Міне, 1, 2, 3 страницаны толтыратын боламыз. Кварталға біздер қазір вперед 4-ші кварталды таңдайтын боламыз. Жалпы квартал дегеніміз не? Соны қарапайым тілде түсіндіріп кетейін. Осыған дейін біздер полугодовой тапсырдық, 910. Енді міне кварталды тапсырып кетейін. Міне 2022 жылдың 2-ші кварталы сәуір, мамыр, маусым айлары. Оны біз 15-ші тамызға дейін тапсыратын боламыз. 3-ші квартал шілде, тамыз, қыркүйек айлары. 15-ші ноябрь тапсырамыз. 4-ші квартал қазан, қараша, желтоқсан айларын 15-ші февраль 2023-ке дейін тапсыратын боламыз. Міне осы жылы осыны тапсыратын боламыз. 2023-2022-ның 1-ші, 2-ші кварталдарын алдағы уақытта тапсырамыз. Оны зеленыймен белгілеп қойдым. Қазіргі бүгінгі тема, тақырып, міне 4-ші квартал 2022 жылдағы қазан, қараша, желтоқсан айындағы заработный платаны көрсететін боламыз. Оны біз 15-ші февраль 2023 жылға дейін тапсыруымыз қажет. Негізі ертерек тапсырсаңыздар әлде қайда жақсы, себебі уақыт жақындаған сайын сайт жұмыс жасауы нашарлайды, және жазған цифрларыңыз сақталмай қалады. Міне осылай кіргеннен кейін, егер сіздер бірінші тапсырып тұрсаңыздар, первоначальный болады. Ал қайтадан тапсыратын болсаңыз, осы уақытқа дейін тапсырған болсаңыздар, очередная батырмасын басасыздар. Резидентке міне галочка қоясыздар. Яғни резидент деген Қазақстан Республикасының азаматы, азаматшасы. Ал егер иностранецтер болса, не резидент деп қоясыздар. Очередной деп қойдық, мұқият қарасаңыздар. Мен бұл отчетты тапсырып тастадық. Сіздерге сол толтыруын көрсетейін. Қазір бірден толтырып отырсақ, оның өзі ұзақ видео болып кетеді. Осының өзі біраз уақыт алып тұр. Резидент барлығын таңдадық. Бұларды міндетті түрде қою керек. Және міне 1-ші және 2-ші, 3-ші айлардағы жұмысшылардың саны. 1-ші ай дегеніміз бұл январь, февраль, март емес. 1-ші ай жаңағы 4-ші кварталдың 1-ші айы қай ай? Қазан. 2-ші айға қараша, 3-ші айға желтоқсан. 1-ші айда 164 адам, 2-ші айда қарашада 153 адам, желтоқсан айында 156 адам жұмыс жасаған. Соны көрсетесіздер. Наличный структурный подразделениеге да немесе нет деп қоясыздар. Бізде негізі нет деп жазуымыз керек еді. Да деп кеткен екен, апай тапсырып еді. Сосын әне жерге керек приложениелерді толтырамыз. 1 мен 4-ті ғана белгіледік. Оны қазір айтамын. 200.00.001-ге индивидуальный подоходный налог, яғни сізде ведомстве қанша шықты подоходный налог, соны толтыратын боласыздар. 1-ші ай қазанда және қарашада, желтоқсанда шықты. Соның қорытындысы 3 айдың қорытындысын жаздық. Өзі автомат түрде шығады. Мына жерге сумма обязательных пенсионных взносов, подлежащих перечислению дейді. Яғни төлеуге жататын пенсионныйлар
қазан, қараша, желтоқсан айларының суммасын жазамыз. Әр айды бөліп бірінші айға қазан, екінші месяцке қараша, үшінші месяцке желтоқсан. Мынау соның қорытындысы. Бұл жерге автоматом өзі шығады. Мұқият қарап танысып алыңыздар. Тез айтасыз, тез түсіндіресіз дегенге мен асықпай түсіндіріп жатырмын. Барымша білгенімен бөлісіп, тегін ақпарат. Мына жерге сіздердің ИП болса ИН тұрады, организация болса бейіндеріңіз жазулы тұрады. Яғни страница 2-ге өттік, байқасаңыздар. Свои пользу дегенге біз үшеуіне де 0 қойдық, 3 айға да. Екінші бетте жүрміз әлі. Подоходный налог толтырдық. Мына жерге социальный налогты жаздық. Міне социальный налог қазан, қараша, желтоқсан, октябрь, ноябрь, декабрь айының суммасын жаздық. Міне общий суммасы, барлық суммасын жаздық. 200.0007-ге барлығына 0 қойдық, қарасаңыздар. Налоговый кодексінің 2-ші статьясы бойынша 485 және 2-ші пункт бойынша бізде адамдар жоқ, сол себептен 0 қойдық. Сумма социальный отчисление доходов работника дегенге социальный отчисление жазатын боласыздар. Бірінші айда, екінші айда 1.203.718 болған екен. Үшінші ай, яғни желтоқсан айы. Яғни 4-ші квартал дегеніміз октябрь, ноябрь, декабрь, қазан, қараша, желтоқсан айлары. Үшеуінің қосындысы шықты. Пользу дегенге біздер 0 қойдық. Содан кейін міне страница 3-ге өтетін боламыз. 3-ші бетке. Үшінші бетке өттік, көріп тұрғандарыңыздай. Ана жерде ин, бин, яғни сіздердің ин немесе организацияның бейіні тұр. Сол себептен мен скребать етіп тастадым. Сіздер де маған сенім білдіріп etsіп кілт берсеңіздер, осылай құпия түрде тапсырып беретін боламын. Сіздердің ин, яғни данныйларыңыз ешқайда шықпайды. Бұл медстрахованияны жаздық. Міне бірінші, екінші, үшінші айға толтырдық. Бұны қайталап оқысаңыздар, сумма отчисления на обязательное социальное медицинское страхование. Ал мына жерге 200.0011-ге сумма взносов на обязательное социальное медицинское страхование доходов. Ана жерде взнос болып тұр. Бізде медстрахование екеу ғой. Біреу отчисление, біреу взнос. Взносты осы 200.0011-ге толтыратын боласыздар. Взнос бірінші айда 723.649, екінші айда 737.594, үшінші айда 813.695, төртінші қорытындысы 2.274.938 теңге құраған екен. Бұл автоматым шығады. Тек сіздерге бірінші және екінші, үшінші айларды қолмен жазып көрсетесіздер. Осы жерге енді міне 200.0012-ге свой пользу болмаса сіздер 0 көрсетесіздер.
Одан кейін міне үшінші бетке, соңғы бетке өттік. Мына жерде фамилия, имя, отчество жазылып тұрады. ИП болса ИП-ның аты, ТО болса ТО кімнің атында, басқа да мемлекеттік мекемелер болса соның директорының фамилиясы жазылып тұрады. Міне мен тапсырдым, тапсырған күнім тұр. Және 0618 өздеріңіз қандай салық органына қарайсыздар, соны көрсетесіздер. Чалкарский район болса Чалкарский район, Есильский район ба Есильский район, Абдинский район. Міне менде тапсырғаннан кейін декларацияның өзінің датасы тұр. Енді бізде 200.001-ге кіретін боламыз. Міне 200.001-дің бланкінің атауы міне осылай жазылып тұрады. Міне біздер астыға түсеміз. Мына жерде бейінді тығып қойдым. Начисленные доходы, яғни бірінші айда, екінші, үшінші айда доходтардың суммасын көрсететін боламыз. Бізде бірінші айда қазан айында 38 миллион болған, қараша айында 38.510.043, үшінші айда 42.064.905. Соның қорытындысы 4 кварталға итог 118 миллион болған екен. Доходы работника міне 118 миллионды көрсеткен. Дивидендтер, выигрыштар, вознаграждение 0 болып тұр. Индивидуально подоходный налога подоход налогтың суммасын жазасыздар. Мына бірінші айда бір сан артық кеткен екен. 2.523.178 болу керек. Екінші айда 2.621.498, үшінші айда 2.728.089. Бұны байқасаңыздар, жаңа бланкінің ең бірінші бетінде толтырдық. Мына жерде задолженность бізде жоқ. Бізде қарызымыз жоқ, сол себептен барлық жерге 0 қойдық. Егер сіздер переплата болса немесе төленбеген дебиторский задолженностьтар болса көрсетуге болады. Біздер барлығын уақытылы төлеп жүрміз, сол себептен бізде ешқандай кредитор, дебитор жоқ. Выплаченные доходы, яғни біздер жаңа жоғарыда көрсеткен доходтан индивидуальный подоходный налог, пенсионныйларды алып тастап жаздық. Бірінші айға, екінші, үшінші айға. Яғни қызметкерлерге төленген доходтың суммасы кварталға 97 миллион біздер төлеген екенбіз, яғни зарплата. Облагаемый доход 27.231. Бірінші айға, екінші айға 26.214.976 теңге шыққан. Үшінші айға 27.280.886. Мына байқап отырсаңыздар, индивидуальный подоходный налогымен дәл келіп тұр.
200.001.003-те жаңа бірінші айда сумма қателесіп кеткен екен. Жалпы сонымен дәл келіп тұр. Начислен доход удержания обязательный пенсионный взнос. Міне пенсионный взностың суммасын жазатын боламыз. Бұны да бірінші бетте толтырдық. Қазан, қараша, желтоқсан айларына толтырып қойдық. Міне байқасаңыздар, 200.00.02 графаға біздер пенсионныйды жазған болатынбыз. Сол пенсионныйды қайталап жазып жатырмыз. Яғни артына бір санын қосып жазатын боламыз. Сол кезде пенсионный суммасы шығады. Соны 10% деп көрсетеміз яғни. Профессиональный пенсионный взнос бізде жоқ, оған 0 қойдық. Енді страница 2-ге барамыз. $200.01.011-ге бізде земельный доход жоқ. 200.01.012-ге яғни инвалидныймен бізде жоқ. 200.01.013 бізде де ондай жоқ. Қарасаңыздар. 200.01.014 бізде жоқ. 0 деп көрсеттік. $200.01.015 графаға жазатын боламыз. Доход работник, облагаемый социальным налогом. Осы суммаларға қарап, өздеріңіздің суммаларыңызды салыстырып, есептеп шығаруға болады. Мысалға сізде дәл бұндай сумма болмайды, басқаша сумма болады. Мысалға бізде доход начисление басқа сумма. Облагаемый доход басқа сумма шығып тұр. Соның қалай шыққанын өздерінің формулаға қойып, өздеріңіз суммаларыңызды келтіріп аласыздар. Келтіре алмасаңыздар, маған берсеңіздер, мен келтіріп беретін боламын. Облагаемый социальный налогты толтырдық. 10.442.100 болған екен. 104.442.100 болған екен. Бірінші, екінші, үшінші айға. Үшінші айда 37.401.876 болған екен. Төртінші кварталға, яғни қосындысы 3 айдың 105.426.836. Доход, с которым исчисляется социальное отчисление в свою пользу. Бізде ондай жоқ, барлығына 0 қойдық. Одан кейін медицинское страхование кіретін боламыз. Осы жерлер медицинское страхование деп аталады. Біріншісі отчисление на обязательное социальное медицинское страхование. Бірінші және екінші, үшінші айларға жаздық. Міне қарасаңыздар, үшінші айда 40.684.768 страхование болған екен, яғни бұл доход. Міне байқасаңыздар, біз 3 айдыкында толтырып қойдық. Енді 200.01.019 графаны қарайтын боламыз. Жаңа біз отчисление толтырдық. Бұл да взнос, яғни медстрахование екеуі бар. Оны шатастырып алмаңыздар. Біреуі отчисление, біреуі взнос. Екеуі де бір суммадан есептеледі, бірақ процентовкасы әртүрлі болғандықтан әртүрлі сумма шығады. Қарасаңыздар, екеуінің суммалары бірдей.
бұл жерде мецвзнос пен мецотчисленияның суммасы емес, соның есептелу жолы, яғни осы сумманы есептеледі, бірақ әрқайсысында процентовка әртүрлі. В свою пользу бізде де медстрахованиялар 0 теңге. Егер сіздерге түсініксіз болып жатса, менің каналымда менің WhatsApp нөмірім бар, WhatsAppқа жазуларыңызға болады. Және де электронный почтам бар, электронный почтаға ЭЦП кілтінің паролін барлығын жазып, доходтарыңызды жазып берсеңіздер, мен өзім есептеп толтырып беремін. Әр нәрсеңді өзінің маманы тапсырған дұрыс. Мына жерде 200-00-02 бұл без гражданства, яғни Қазақстан Республикасы азаматы еместер жұмыс жасайтын болса, мана біздер адам саны жазған кезде 164-153 деп, соның астында без гражданства деген астында біз 0 қойдық. Егер сондай без гражданства адам болса, сол графалар толтырасыз, жаңа 200-00-02 деген графаны. Ал бізде барлығы Қазақстан Республикасы азамат болғандықтан 200-00-05-ті толтырамыз. Міне бізде 200-500 шақты адам болса, барлығын тізіп шығамыз. Фамилия, имя, отчествосын барлығын жазамыз. Міндетті түрде дұрыс болу керек ол. Оны сіздер A1 болса A1-тен барлығынан түсіріп аласыздар. Міне иіндері міндетті түрде болу керек. Себебі қай адамға қандай пенсионный, қандай социальный отчисление жүріп жатыр, барлығы көрсетілу керек. Статусқа міне физический лицо 1-ге қоямыз. Бірінші категорияны таңдаймыз. Мына жерде мен фамилия, имя, отчестволарда иіндерін скребать етіп тастадым. Ертең алдағы уақытта сіздерді маған сенім білдіріп ЕЦП кілт берсеңіздер, сіздердің де данныйларыңызды осылай скребать етіп тастаймын. Ал бұны өздеріңіз ашып тапсырып отқан кезде дәл осылай ашсаңыз түсінесіздер. Мына жерде суммасы начисленные доходы. Яғни сізде 500 адам болса, 02, 03, 04, 05 деп кетіп жатыр ғой. Сол 500-ге дейін барлығын міне начисленные доходтан жазып шығасыздар. Сол себептен сіздерге міне 36 минуттық видео түсірдім. Бұны тапсыру 5 минут ішінде тапсыра алмайсыздар. Сол себептен мұқият барымша жеткізіп түсіндіруге тырысып жатырмын. Бізде 6-шы, 5-ші страницаларға өтіп, келесі адамдар жазатын боласыздар. HIGK-ге келдік. Сумма обязательный пенсионный взнос, исчисление перечисления доходов. Яғни біздер пенсионный взносты бағана 11.606.388 деп көрсеттік. Яғни сол сумманы біздер шығаруымыз керек. Шығарғанда бұл жерде қалай болса солай жаза беруге болмайды. Бірінші тұрған фамилия, кімнің фамилиясы, кімнің иіні, соған қандай пенсионы кетті, соны жазасыз. Екінші тұрған адамға екінші тұрған, міне 10-шы тұрған адамға мысалға 111.967 пенсионы кеткен екен, соны көрсетесіз. Барлығы совпадать ету керек. Общий міне 11.606.388 теңгені шығаруымыз керек. 500 адам болса 500 адамның пенсионын барлығын жазып өтесіздер ерінбей. Мұқият қарап алыңыздар. Бір тапсырғаннан кейін бірнеше тапсырып, ошибочный тапсырғаннан асықпай бір жарты сағат уақыттарыңызды бөліп қарап алыңыздар. Сіздер үшін арнайы видеоны түсірдім. Мен негізі тапсырып қойдым. Оны білетін болғасын өзім көрсетіп жатырмын. Бөлісіп білгенімен тегін ақпарат, пайдалы ақпарат. Сол үшін қарап, достарыңызға кеңес беріп қойыңыздар, жұмыстастарыңызға. Астында поделиться батырмасымен видеомен бөлісіп қойыңыздар. Лайк, комментарий басып қойыңыздар. Мен өзім тапсырып болғаннан кейін қалаға шығуға болады, басқа да шаруалар көп. Бірақ сол сіздерге кішкентай да болса пайдам тисін, үлесім болсын деп осы видеоны түсіріп 30 минут бойы аудио жазып жатырмын. Бірінші видеоны түсіріп алам, содан кейін барып екінші телефонмен осылай қарап отырып аудио жазамын.
отчисление социальное медицинское страхование, яғни отчисление жазатын боласыздар. Взнос жазатын боласыздар. Медстрахование взнос болды ғой, соны жазасыздар. Барлығына қай адамға қандай взнос кетті, соны жазасыздар. Стандартный налоговый вычетыға бірді таңдаймыз біздер. Барлығын осылай көрсетесіздер. Барлығын ерінбей толтырыңыздар, қарап жеке-жеке. Бізде 500-ге жуық адам бар, сол себептен барлығын осылай жазып шықтық. Осылай толтырған кезде астында міне 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші страницаларға өтіп барлығын толтырыңыздар, кейбір адамдар қалып қойып жүрмесін. Жоғарыда ең соңында итог шығады, сол итогпен сәйкес келіп отырса дәл шығады. Біздер байқасаңыздар, 3-ші страницаны толтырған болатынбыз. Енді 4-ші страницаға өтеміз. Міне 4-ші страницаны аштық. Налоговый отчет тапсыратын уақыт жақындаған кезде негізі сайт шамалы зависеть етеді, сол себептен ашылмай жатыр. Пиға сумма, прочие налоги вычетыға сумманы жазып қойдық. Енді Q-ға подоход налогтың суммасын жазып жатырмыз. Бұны ведомствоға қарап, каждыйында қандай подоход налог ұсталды, жеке табыс салығы, соны жазасыздар. R-ға 0 қойдық барлығына. Выплаченные доходы, біздер выплаченные доходы толтырған болатынбыз. Сояқтан қарап, сол сумманы келтіресіздер. Және ведомствоға қарап, кімге қандай выплаченный доход толтырылды, төленді, соны жазасыздар. Барлығын мұқият қараңыздар. Және астыда 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші страницалары болса, соларды мұқият толтыруды ұмытып кетпеңіздер. Біздер 5-ші страницаға өттік. 5-ші страницаны дәл осылай толтырасыздар. Барлығын қарап, T, U, V, W барлығын қарап толтырасыздар. Міне біздер V-ны толтырған кезде медицинское отчисление, яғни взносты толтырасыздар. Кімге қандай взнос есептелді, соның барлығын жазасыздар, яғни төленгендігі туралы. Облагаемый доход социальный налога деген бізде жоқ, 0 батырмасын қойдық, барлығына 0-0 деп. Одан кейін 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші страницаларды толтыруды ұмытып кетпеңіздер, егер сіздерде бар болса. Енді міне страница 6-ға өтеміз. Страницаға 6-ға өттік. Облагаемый социальный налогты да жазамыз. Каждыйына қанша налог облагаемый болды, ведомствоға қарап толтырасыздар. $500 адам болса, 500-не осылай толтырып шығасыздар. Мына жерге социальный налог перечислению, яғни социальный налогты есептеп жазасыздар, қанша төленді, барлығына осы адамдардың тізімін. Z графасы
сумма отчисления, яғни социальный отчисление жазасыздар КФС-ке. Декретке шыққан кезде социальный отчисление есептеледі, сол себепті осы жерде дұрыс толтырыңыздар. Мына жерге АА-ға социальный налог, подлежащий уплате бюджет, яғни социальный налогты жазасыздар, қанша төленеді. Барлығын мұқият қарап болғаннан кейін 7-ші страницаға өтеміз. 7-ші сумма обязательно профессиональный пенсионный взнос деген бізде жоқ. Барлығына 0-0 қойып шығамыз. Каждый фамилия, имя, отчествоның қасына барып 0 санын қоямыз. Сумма отчисления ОСМС, медицинский страхованияны бағана біздер взносты толтырдық. Мынау енді отчислениясын толтырамыз. Подлежащий к уплате, төлеуге жататын медицинский отчисление жазатын боламыз. Міне сіздер қарасаңыздар, менде 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші графаларда адамдар бар. Мекеме үлкен мекеме болғандықтан сотрудниктер көп. 18-ге дейін кетіп жатыр. 80 адам жаздық қазірге. Енді міне бірінші бетке барасыздар. Толтырып болғаннан кейін сохранить кабинет басасыздар. Кабинетке сақталады. Негізі каждый действие сайын осылай басып тұрған дұрыс, себебі сайт кейде дұрыс жасамай сақталмай қалады. Проверить басқан кезде ошибкілер шығады. Мысалға ошибканың астына міне қай жерде қай графада шығады. Мына жерде менде 910 шығып тұр, менде 200-де ошибка шыққан жоқ. Сол себептен сіздерге 210 мен пример ретінде көрсетіп жатырмын. Сол ошибкілер шықса астыға жаңа қызылға түседі. Сіздерде мысалға болуы мүмкін, проверить басқан кезде ошибка шығады, оны қайдан қараймын деген сұрақ. Сол астынан көрсетіп қойдым, қызылға басып түзейсіздер. Түзегеннен кейін проверить заполнение басқан кезде ошибок нет деп шығады. Қайтадан сохранить кабинет налогоплательщикке басасыздар. Ең дұрыс варианты сол налоговый кабинетке сақталады. Содан кейін отправить в ОГД басасыздар. Қатып жатыр міне. Очередная форма 200 за 4 квартал 2022 год деп шығады сіздерде. Мен тапсырып тастағаннан екінші қайтараға тапсыруға болмайды. Сол себептен сіздерге көрсетіп жатырмын. Сайт шамалы қатып жатыр. Мына тапсырылған отчеттің өзін ашып көрсетудің өзі міне задержка болып жатыр. Дәл осылай мына жерге выбрать файл дегенге кілтті таңдайсыздар. ECP кілтті міне паролін тересіздер. Java пароль, кілттің ECP паролі ағылшынша және цифрмен тересіздер. Содан кейін міне иіндарыңыз шығады және кілттің қарамдылық мерзімі ОК батырмасын басасыз. Отправка успешно завершена дейді. ОК батырмасын басуға болады, немесе открыть уведомление о приеме басуға болады. Ол кезде уведомление ашылады. Уведомление астыға түсті. Қарасаңыздар браузердің астына, немесе сізде загрузка де болады. Міне осындай уведомление шығатын болады. Декларация міне очередная декларация по индивидуальному подоходу налога и социальному налогу деп шығып тұр. Налоговый период 4 квартал 2022 год. Способ приема в электронном виде, яғни бізде электронды тапсырдық. Код налог органа 0618.
қабылданған кезде өздерінің номерлері болады, регистрационный номер. Біздер 2 ақпан күні тапсырдық. Осыны сіздер шығарып алып папкеге тығып қоясыздар, налоговый отчет тапсырғандығы туралы және қалай тапсырғандығы туралы формаларын шығарып алып тығып қоясыздар. Әр пенсионный, социальный, медстрахование барлығының өзінің кодтары мен төлеу уақыттары көрсетілген. Соған қарап төлейсіздер. Ай сайын төлеп отырасыздар. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бұл әзірге бастамасы. Лайк басып, комментарий басып, достарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Алда уақытта сіздер үшін көп видео шығаратын боламын. Рахмет көп.